Батыр. Радной? Не істеп жүрсің? Ана ауылдан 100 теңгеге арбуздарды килограмм 250 теңгеден сатып жатыр екен яқта. Қойш. Ертең мына жерге кукурузбен мақта қойын деп жатырмын. Дворда майда балдар көп екен да ше. Неге жеп пысық боласыңдар сендер? Движение двордың ішіне ба. Болды, родной, бір күнде сол документтерін барлығын апарып тастаймын да реттеп жіберемін ғой. Аға, жақсы, давай. Не істеп жатсың, Үй алып жатқанмын ғой. Сен үйің бар еді ғой? Үшінші үйімді алып жатырмын ғой. Үшінші үй? Екі үйімді квартираға беріп қойдым да, содан түскен ақшаға первоначальный құйып үшінші үйімді алайын деп жатқанмын ғой. Кішкене движение ар бер ғой керек. Радной? iPhone 17 алғансың ба не? iPhone 11 бар еді ғой. Үстіне кішкене ақша қостым да 17-ге ауыстырып алғансың ғой. Мотоцикл бар еді ғой үйде. Соның үстіне кішкене ақша қосып 14-ге ауыстырып алғансың. Базар жоқ. Қызым бар өзі жүріп жатқан. Үстіне кішкене ақша. Жоқ, киім әпердің. Қойш. Жоқ қалды. Радной қайқа баратсың? Сайлауға баратқанмын ғой. Сайлауға? Кішкене барып өзім дауысымды беріп, мнениемді айтып деген сияқты. Қалай болады екен ол? Қалай болады? Сендер ғой сөйтіп үйде жата бересіңдер ғой. Қимылдау керек қой, кішкене әрекет жасап, сендер жата беріп, тестостерондарың түсіп кеткен ғой. Анау қалай болады, мынау қалай болады. Наоборот, барып кішкене движение жасап, өзің ойыңмен, пікіріңмен бөлісіп, мен нан қалай, нан таңдаймын деген сияқты. Активный болу керек қой. Қоя тұр онда, мен де барамын. Шығасың ба? Болды, осы жерде күтіп тұрмын. Резко шықса, кейін шықса тез. Болды. Радной? Машина бағасың ба не? Ақша жоқ деп қаяқтан аласыңдар ғой? Ана братан дос бала срочно сатам, ақша керек дегенде первоначальный құрадым да резко алып алғансың кеше. Бекер алдың ғой бірақ. Неге? Машинаның бағасы түсіп жатыр ғой? Түсіп жатқанда клиент тауып қойдым. 2 күнде 800 мың істеп алып тұрмын ғой. Қазір келіп алып кетейін деп жатыр. Не жеп пысық боласыңдар сендер? Алғыш аға.